Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі салық комитеті төрағасының 2009 жылдың 20 шілдесіндегі номері 276 бұйрығының бірінші қосымшасына сәйкес салық органдары ақпаратты қабылдау және өңдеу орталығының жұмыс ережесін бекітіп отыр. Қазақстан Республикасы салық қызметін дамыту жөніндегі стратегиясындағы 3 бағыттың маңыздылығы жоғары тиімділігі салық қызметін жолға қойып отыр. Салық мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы салық қызмет органдарының мемлекеттік қызметтер стандартын бекіту туралы 2014 жылдың 5 наурызындағы Қазақстан Республикасы үкіметінің номері 200 қаулысымен бекітіліп, және оның мақсаты салық мәселелері бойынша қоғамның ақпараттандырын арттыру мен көрсетілген салық қызметінің сапасын арттыру болып табылады. Осыған сәйкес Дермене ауыл округінде жиын өтті. Жиынға Кәсіпкерлік палатасының Арыс қалалық филиалының директоры Мақамбет Төлебеков, Нұр Отан партиясының бақылау төрағасы Қашқынбай Баймұрзаев, ақпаратты қабылдау және өңдеу бөлімінің басшысы Базаркүл Батырханова қатысып, жиында түсіндірме жұмыстар мен мақсаттар туралы айтып, атқарылып жатқан шаралардың барлығы да көпшілікке қызмет көрсету сапасын арттыра отырып, ауылдық әкімдіктерде орнатылған терминал жұмыстарын салық төлеушілерге ыңғайлы болу үшін электронды түрде салық декларацияларын түсіндіріп, көлеңкелі экономиканы жою керектігін айтып өтті. Бүгінгі осы Дермене ауылына келіп, салық төлеушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, осындай семинар ұйымдастырып отырған себебіміздің басты мақсаты біздің осы халыққа салық заңына түсіндіруме жұмыстарын жүргізу, сосын осы салық басқармасы мен мемлекеттік қызмет көрсету бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу, халыққа жеткізу. Міне алдымызда 2017 жылдан бастап жалпыға бірдей декларациялау жұмыстары қарсаңында осы ауылдық әкімдіктерде орналасқан терминалдардың жұмысын, қалай жұмыс жасау тәртібін, осындай мәселелерді түсіндіру біздің мақсатымыз. Негізгі мақсат Арыс қалалық салық басқармасының ұйытқысымен әр Нұр Отан Кәсіпкерлік палатасы бірлесе отырып, ауыл жерлердегі жергілікті халықпен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі Кәсіпкерлік палатасының істеліп жатқан жұмыстары туралы, оларға қазіргі кәсіпкерлерге жеңілдетілген түрінде тегін қызмет істейтін, сервистік қызмет жасайтын кәсіпкерлік қолдау орталығының Арыс несие бәрі бір жерде қызмет істеп, халыққа тегін қызмет жасап жатқан туралы түсіндірме жұмыстар жүргізілді, айтылды, халыққа түсінді. Келешекте сол кәсіпкерлік палатасымен тікелей бастамасын жұмыс істейміз деген ниеттерін білдірді. Дәл осындай жиын Ағдала елді мекенінде өткізілді. Ауыл тұрғындары жоғарыда аталған ережеге сәйкес салық басқармасы төлеушіден келген өтініштің барлығын орталық арқылы тіркеуге алынып, салық төлеушіге берілген құжаттардың барлығы осы орталық арқылы беріледі ме, бұрынғы салықтан қазіргі салық қосыла ма деп ауыл тұрғындары көкейде жүрген сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын алды. Атқарып жатқан шаралардың барлығы да көпшілікке қызмет көрсету сапасын арттыра отырып, сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықты болдырмау, оның алдын алу мақсатында атқарылып жатқан шаралардың бірі болып табылады. Ақбота Дәнебекқызы, Әділбек Сұлтанхан, Алишер Абдушапиев, Арт ТВ жаңалықтары.